Birinci nüsxanın birinci есебін талдадық. Енді екінші есеп талдайық. Алдымен екінші қосылғыштағы косинусты ықшамдап алайық. Косинус пи бөлінген 2 қосу альфа бұл косинусымыз тригонометриядағы ең көп қолданатын формулалар тобы келтіру формулаларына келеді. Келтіру формулалары туралы бөлек сабақта айта жатармыз. Ал мына жерде біз бірден осы берілген косинусқа келтіру формуласын қолданайық. Жақшаның ішінде бірінші пи бөлінген 2 тұр, яғни 90 градус. Ал альфа дегеніміз ол кіші бұрыш, яғни әрқашан 90-нан кіші бұрыш. Мұндай жағдайда келтіру формуласы былай қолданылады. Тригонометриялық функцияның аты, яғни косинус синусқа ауысады. Синус альфа. Ал енді пи бөлінген 2 альфаны қосқанда нешінші ширек болады? Соны анықтаймыз. Пи бөлінген 2 қосу альфа бұл әрине 0-ден үлкен болады, және пиден кіші болады. Яғни бұл екінші ширек. Кішкене сызып көретін болсақ, координата жүйесін бұл бұрышымыз мына бұрыш. Олай болса, екінші ширектегі бұрыштың косинусы косинустар көшінен табылады, яғни теріс болады. Косинусы теріс болады, ал синусы оң болады. Бізге косинус керек. Косинустың таңбасы теріс болатындықтан, мына косинустың таңбасы екінші ширекте. Олай болса, синустың алдына минус таңбасын қоямыз. Сонымен есебіміздегі екінші қосылғыштағы косинусты біз минус синус альфаға ауыстырып жазсақ болады. Олай болса, біз есебімізді жазайық. 2 косинус квадрат альфа бөлінген 1 минус синус альфа. Бірінші қосылғыштағы бөлшекте ешқандай өзгеріссіз өзін көшіріп жаздық. Ал енді осы бөлшектен кейін қосу еді, бірақ жаңағы синустың алдындағы минуспенен көбейтіледі. Бұл жерде минус пайда болады. Сондықтан плюсты минусқа ауыстырып алайық. Минус 2 синус альфа. Міне біздің берілген тригонометриялық өрнегіміз осы түрге келді. Дәл қазір біз ең қарапайым әдіспен шығарып көрейік. Яғни екі қосылғышты ортақ бөлімге келтіре салайық. Ортақ бөлімге келтірсек, онда ортақ бөлім мынандай болады. Ұзын бөлшек сызығын сызамыз. 1 минус синус альфа ортақ бөлім. Мына бөлшекке 1-ден тиеді, ал екінші қосылғышымызға 1 минус синус альфадан тиеді. Олай болса, алымда 2 косинус квадрат альфа қалады. Минус 2 синус альфаны 1-ге көбейтеміз бірінші. Минус 2 синус альфа болады. Ал минус синус альфаға да минус 2 синус альфаны көбейтсек, плюс 2 синус квадрат альфа болады. Енді алымға жақсылап қарайтын болсақ, бірінші қосылғышта берен, үшінші қосылғыштағы көбейткіш 2-ні жақшаның сыртына шығаруға болады.
Сонда жақшаның ішінде бізге таныс өрнек қалады. Косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа. Ал одан басқа тағы минус 2 синус альфамыз бар. Бөлімде 1 минус синус альфа. Жақшаның ішіндегі косинус квадрат қосу синус квадрат альфамыз бірге тең. Бұл тригонометрияның ең негізгі және ең белгілі көп қолданатын формуласы. Оны барлық оқушылар біледі деп есептеймін. Соныменен алымда 2 қалады, минус 2 синус альфа. Олай болса, тағы да 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібере салайық бірден. Сонда жақшаның ішінде 1 азайту синус альфа қалады. Бөлімде дәл сондай өрнек бар. 1 минус синус альфа бар. Әрине бұл енді түсінікті шығар. Ұқсас көбейткіштерді қысқартуға болады. Сонымен есептің жауабы шығады. Берілген тригонометриялық өрнегіміздің мәні 2-ге тең екен. Бұл есепті шығарудың бірінші жолы деп есептейік. Яғни мына жерге 1 деп қойайын. Олай дейтін себебім, бұл есепті сәл басқа жолмен де шығаруға болады. Алдыңғы бірінші есепті алдағанда біз былай дегенбіз. Әрбір есепті шығарудың бірнеше жолы болуы мүмкін. Сол жолдың барлығын білген жақсы болады. Өйткені қай есепке қайсы жолы тиімді болса, сол жолмен шығарып кете беретіндей болу керек. Сондықтан мына есептің де екінші жолын көріп өтейік. Мүмкін кейбір есептерде бұл әдіс тиімді болатын шығар, сол кезде қажет болатын шығар. Не істейміз? Біріншіден, мынау бірінші тұрған бөлшекті аламыз да, косинус квадратты 1 минус синус квадрат деп жазамыз. Бөлімде 1 минус синус альфа. Косинус квадраттың 1 минус синус квадрат альфаға тең екендігінде оқушылар жақсы біледі деп есептеймін. Ол бағана қолданған формуламыздан алынды шығады. Косинус квадрат қосу синус квадрат 1-ге тең болса, қарап көретін болсақ, ол жерден косинус квадраттың 1 минус синус квадратқа тең екендігі көрінеді. Ал енді біз есепті ары қарай жалғастырайық. Ал енді 1 минус синус квадрат дегеніміз қысқаша көбейту формуласындағы квадраттардың айырмасына келеді. Яғни 1 квадрат азайту синус квадрат, яғни а квадрат минус б квадрат формуласына келіп тұр. Олай болса, оны былай ашамыз. 1 минус синус альфа көбейтілген 1 плюс синус альфа. Мұны көріп тұрғанымыздай, біз берілген өрнекті алдыңғыдан басқаша формуламенен, басқаша әдіспенен түрлендіріп атырмыз. Тағы да бірдей көбейткіштерді қысқартамыз. Сонда жақшаны ашып 2-ні көбейтіп жіберетін болсақ, 2 қосу 2 синус альфа қалады. Бұл біз берілген өрнектің тек бірінші бөлшегін ғана түрлендірдік. Олай болса, бірінші бөлшектің орнына қоятын болсақ, 2 қосу 2 синус альфа және қасында біздің алдымен түрлендірген косинусымыздың мәні бар. Ол минус синус альфаға тең. Минус 2 тағы бар, синус альфа көбейтіледі. Міне берілген өрнегіміз осы түрге келді. Міне мына жерде мына берілген өрнегіміз ол мына түрге келді. Не болады? Тағы да берілген өрнектің ішінде бірдей қосылғыштар бар. Оларды жоямыз. Сонымен 2 шығады. Есептің
Жообы екі болады. Қандай жолмен шығарғанды да. Міне бір қарапайым тригонометриялық өрнектің өзін біз екі түрлі әдіспенен ықшамдадық.